Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін бізде трейдингке бастама курсының екінші сабағы. Екінші сабақта біз трейдинг деген не, трейдингтен инвестициядан айырмашылығы, трейдингтің түрлері, скальпинг, дей трейдинг немесе интрадей және де свинг трейдингке тоқталамыз. Және де нарықтағы тәуекелдер жайлы айта кететін боламыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы осы. Ал енді дәл бірінші сабақтағы сияқты біз өзіміздің суретімізге қайтып келейік. Яғни кішігірім презентациямызға. Трейдинг деген не? Трейдинг қаржы құралдарын, акция, валюта, криптовалюта және тағы да басқа активтерді қысқа мерзімде сатып алып, бағасының өзгеруінен пайда табу процесі. Яғни спекуляция. Болашақта сіздер анализ жасап үйренесіздер. Сол кезде сіздер графикке, яғни баға бізде өсіп жатады, баға бізде түсіп жатады. Өсіп жатқан, түсіп жатқан графикте белгілі бір бағаның қозғалыс логикасын үйренесіздер. Яғни баға не үшін өседі, не үшін түседі, сол кезде түсінесіздер. Яғни сіздер трейдер болып, бағаның өзгеруінен кішігірім бағаның өзгеруін пайдаланып, өзіңіздің пайдаңызды тауып кетуіңіз керек. Яғни сізде трейдингте только сонымен айналысасыз. Яғни белгілі бір активтің бағасының өзгеруінен пайда табу. Яғни айтып өткендей спекуляция. Трейдингте қысқа мерзімде нәтиже алу мақсатында айналысады. Нарықтың қозғалысын талдап, шешім қабылдау арқылы біз ақша табамыз. Минуттар, сағаттар немесе күндер ішінде позиция ашу және жабу, бағаның қозғалысынан пайда табу, бұл бізде трейдердің жұмысы. Яғни сіздер осыны істеу арқылы, трейдингпен айналысу арқылы трейдер боласыз. Яғни қайтадан айта кетейін, трейдинг деген активтердің бағасының қысқа мерзімде өзгеруінен пайда табу. Яғни актив бізде өсіп жатса, біз өскеннен пайда табыламыз. Активтің бағасы бізде түсіп жатса, біз бағаның түскенінен де пайда табыламыз. Ал енді инвестиция мен трейдингтің айырмашылығын айтып өтейік. Инвестиция деген бізде көпшілік шатастырып жатады, екеуі бір дүние деп ойлайды, хотя екеуі бір-біріне өте қарама-қарсы инструменттер. Инвестиция деген ұзақ мерзімде, айлар, жылдар бойына жасалынатын бізде ақшалай салым. Яғни мысалы шетелде инвестиция деген ол бізде акция сатып алу, облигация сатып алу, немесе алтын, жер сатып алу болса, основном өзіміздің қазақтардың қарапайым инвестициясы ол мал сатып алу. Мысалы біз не істейміз? Малды сатып аламыз, мал бізге көбейеді, қосымша ақша алып келеді, немесе малды бордақылаймыз, сатамыз. Яғни біз ұзақ мерзімге инвестиция жасаймыз. Ал трейдинг деген не? Қысқа мерзімде, секунд, минут, сағат, күн. Мысалы, қойдың примерінде айтатын болсақ, егер біз қойды өзімізге мал қыламыз деп сатып алатын болсақ, оны ұзақ мерзімге аламыз. Как минимум 3 ай, 6 айға. Ал қысқа мерзімге болатын болса, мысалы біз мал базарға бардық, егер біз қойдың примерінде трейдингті мен түсіндіретін болсақ, қысқа мерзімде мысалы біз қойды 40 мың теңгеге сатып алдық, сол күні алдық та оны 55 мың теңге сатып жібердік. Ортада біз 15 мың теңге пайда көрдік. Яғни қойды сатып алдық, біз алып сатумен айналыстық, яғни біз трейдингпен айналыстық. Біздің мақсатымыз ол сатып алған қойымызды мал қылу емес еді, біздің мақсатымыз бағаның өзгеруінен, яғни 40 мың теңгеден 55 мың теңгеге өсіріп, біз саттық, главное сата алсақ болды, біз өзіміздің 15 мың теңгені пайда көрдік. Қарапайым қазақтың тілімен айтқанда осылай болады. Яғни келесі ол бізде инвестицияда негізгі мақсат компанияның өсуіне және дивидендке ие болу. Мысалы, жаңа қойдың примерінде мен айтатын болсам, біз қойды мал болу үшін сатып алдық, қойдан қозы туылды, біз не істедік? Пайданың үстіне пайда көрдік. Яғни дивиденд деген бізде как қойдың қозысы сияқты ғой, қысқаша айтсам. Ал трейдингте негізгі мақсат баға қозғалысынан пайда табу. Біз 40 мыңға алдық, 55 мыңға саттық, 15 мың теңге пайда көрдік. Егер біз 40 мың теңгеге сатып, яғни біз 40 мың теңгеге сатып алып, оны 35 мың теңгеге сатсақ, біз шығын көреміз. Яғни трейдингте шығын бізде бар. Ол бойынша мен тәуекел туралы шындықты айта кетемін. Келесі, инвестицияда бізде сирек мәмілелер болады. Яғни біз күнде барып, мал базардан қой сатып ала алмаймыз. Біз бір барғанда, например, егер біз мал қылу мақсатында алатын болсақ, ұзақ мерзімде ұстаймыз малды десек, біз бір рет сатып аламыз, потом аз-аздан постепенно баға арзандаған кезде сатып алуымыз мүмкін. Ал трейдингте бізде жиі мәмілелер. Яғни мал базарда жүретін алып сатарлар бір қойды алады, сатады, екіншісін алады, сатады. Вот сондай. Және де инвестицияда бізде тәуекел төменірек. Неге? Себебі мысалы малдың примерінде алсақ, біз малды аламыз, оны бағамыз,
біз оны ұзақ уақыт ұстай аламыз. Біз уақыт өте келе баға қымбаттаған кезде сата аламыз да. Яғни мысалы 3 айдан кейін 6 айдан кейін баға қымбаттайтын болса, мысалы біз қой сатып алдық, қошқар сатып алдық, бізде там 3 айдан кейін құрбан айт басталды, құрбан айт кезінде біз үстінен ақша қосып сатып жіберсек болады. Ал трейдингте тәуекел жоғарырақ. Мысалы біз бүгін қойды сатып алып бүгін сатамыз десек, жаңағы 40 мың теңгеге сатып алсақ, оны 35 мың теңгеге сатып қалуымыз мүмкін. Егер сатып алушылар болмаса, егер сұраныс болмаса, біз оны арзанға сатамыз, біз не істейміз? Минус 5 мың теңгеге кіріп кетеміз. Вот так. Және де инвестицияның мақсаты капиталды көбейту. Ал трейдингтің мақсаты тұрақты пайда алу. Надеюсь, түсінікті. Енді инвестиция болашаққа, трейдинг бүгінгі мүмкіндікті пайдалану. Қысқаша айтқанда осылай болады. Ал енді трейдингтің түрлері: скальпинг, дей трейдинг, свинг трейдинг. Скальпинг деген ол бізде қысқа уақыттың ішінде жасалынатын сделкалар. Ол бірнеше секундтан бірнеше минутқа дейін болуы мүмкін. Вот. Яғни скальпингте бізде өте қысқа позициялар, кішігірім қозғалыстан жиі пайда табу. Яғни егер сіз скальпер болсаңыз, бір күннің ішінде өте көп позицияға шыға аласыз. Сіздің мақсатыңыз тұрақты пайдаға кенелу и все. Жоғары шоғырлану мен жылдамдық қажет. Яғни сделка аштыңыз, жаптыңыз, аштыңыз, жаптыңыз. Қысқа уақытта. Айтып өтілгендей, бірнеше секундтан бірнеше минутқа дейін скальпинг. Егер сіздің стратегия скальпинг болса, сіз бірнеше секундтан бірнеше минутқа дейін позиция ашасыз и все. Комиссия емес спред маңызды. Оны болашақта түсінесіздер, себебі әр ашқан сделкаға біз комиссия төлейміз, и және де бізде нарықта спред деген дүние бар. Ол бойынша біз алдағы сабақтарда айтатын боламыз. Енді бізде дей трейдинг, яғни бұны дей трейдинг деп те айтады, интрадей деп айтады, яғни күннің ішіндегі трейдинг. Бірнеше минуттан бірнеше сағатқа дейін біздің позициялар жалғасады. Главное, бір күннің ішінде біздің позициялар жабылып кетсе болды. Яғни бұл интрадей деп аталады. Біздің мақсатымыз күннің ішінде позиция ашып сол күні жабу. Техникалық талдау негізгі құралдары, яғни технический анализ, алдағы уақытта біз өтетін боламыз. Нарыққа қалай анализ жасаймыз, неге мән береміз, қалай мән береміз, вот сол бойынша. Және де жақсы стратегия және тәжірибе қажет. Қазақшасы тәжірибе, орысшасы опыт. Себебі трейдингте сіз барлық білімді білуіңіз мүмкін, бірақ все-таки опыт деген өзінікін алады. Алдағы уақытта сіздер трейдингке тереңірек кірген кезде оны түсінесіздер. Трейдингте опыт өте маңызды. Және де эмоцияны бақылау маңызды. Себебі сіз трейдингте тікелей ақшамен жұмыс істегеннен кейін, кез келген ақшамен жұмыс жасалынатын салада эмоция бар. Себебі жаңа мен көрсеткен қойдың примеріндегі сияқты, егер сіз ақша жоғалтсаңыз, сізде негативный эмоция болады. Сіз пайда тапсаңыз, сізде позитивный эмоция болады. Ал трейдинг деген эмоцияны кешірмейді. Вот осыны ұмытпаңыз. Алдағы уақытта біз психология бөліміне келеміз, сол кезде біз эмоция жайлы толығырақ айтамыз. Қазіргі уақытта трейдингте эмоцияның өте маңызды екенін түсінсеңіздер болды. Ал енді бізде свинг трейдинг уақыты бірнеше күннен бірнеше аптаға дейін, мүмкін айлап созылады позициямыз біздің. Яғни свинг деген ұзақ уақытқа ашылатын позиция. Мысалы, қараңыздар, ненің примеріне келтірсем болады? Тура сол қойды алайық. Давайте. Қазір, например, бізде там құрбан айтқа жарты жыл бар деп елестетейік. Бізде 6 ай бар құрбан айтқа. Сіздер қошқарды мысалы 35 мың теңгеден сатып алдыңыз. Қошқарды бордақыладыңыз. Например, құрбан айтта сіздер 6 айдан кейін қошқардың бағасын 100 мың теңгеден сатқыңыз келіп тұр. Сіз осы жерде 65 мың теңге пайда көресіз. Яғни бәленбай процент көп. 35 мыңнан 100% көп деп айтсақ болады. Сіз қошқарды 100 мың теңгеге сатқыңыз келіп тұр. Сіз не істейсіз? Құрбан айттың 6 айдан кейін екенін білдіңіз. Ол кезде қошқардың бағасы өсетінін білдіңіз. Яғни қошқарға деген сұраныс бізде құрбан айтта көп болады. Сіз не істедіңіз? Алдын ала сатып алдыңыз да бордақыладыңыз. Яғни белгілі бір уақыт қошқарларды ұстадыңыз, семірттіңіз және саттыңыз. Вот, трейдинг тілімен айтатын болсақ, свинг трейдинг деген бізде осы ұзақ мерзімге ашылған позиция. Яғни свинг трейдингте бізде позициялар бірнеше күннен бірнеше аптаға дейін және бірнеше айлап ұстауға болады. Үлкен қозғалыстарды ұстауға бағытталған. Жаңағы баға бізде 35 мыңнан 100 мың теңгеге өскен сияқты, трейдинг әлемінде свинг трейдингтің мақсаты өте ұзақ уақытқа позициялар ашу. Және де техникалық және негізгі талдауды қажет етеді. Себебі мысалы бізде технический анализ бар, который график бізде өсіп жатады, график бізде түсіп жатады.
біз графикке әрине анализ жасаймыз, тура сол сияқты бізде фундаментальный анализ деген дүние бар. Мына жерде негізгі талдау деген түсініксіз жазылған. Негізі оны фундаментальный анализ деп айтады. Бұл жерде біз тікелей экономикаға анализ жасаймыз, себебі бізде бүткіл әлемде неше түрлі экономикалық ситуациялар болады. Фундаментальный анализ маңызды. Мысалы, елестетіңіздер, Құдай сақтасын, ертең хотя қазіргі уақыттың өзінде бізде әлемде соғыс болып жатыр. Мысалы, бензинді алайық, немесе мұнайды алайық. Бізде соғыс болған кезде мұнайдың бағасы қымбаттайды. И то қазіргі уақытта ақш пен Иранның арасындағы соғыс тікелей мұнайға әсер етуде. Осы соғыстың кесірінен бізде не болып жатыр? Бізде мұнайдың бағасы өсуде. Ал мұнайдың бағасы өскені бүткіл экономикаға әсер етеді. Мысалы, егер біз алдын ала соғыстың болатынын білсек, алдын ала мұнайдың бағасы өсетінін білсек, біз ұзақ мерзімді свинг позиция аша аламыз. Және де мұнайдың бағасы өскенінен біз пайда таба аламыз. Яғни біз не істедік? Біз техникалық талдау, яғни бағаның графикте қозғалғанына мән берген жоқпыз. Біз алдын ала ақш пен Иран соғысса мұнай өседі деген дүниені уже біз фундаментальный анализ жасадық. Яғни екі мемлекетке қарап, экономикаға қарап, біз фундаментальный анализ жасадық. Сол үшін біз мұнайдың алдын ала өсетінін білдік. Біз не істейміз? Свинг позиция ашамыз, және де өзіміздің позицияны апталап, айлап ұстасақ болады. Яғни техникалық және негізгі талдау деп аталады, яғни фундаментальный анализ бізде свинг трейдингте керек. Және де уақытты аз талап етеді. Мысалы, егер мен алдын ала білсем, ақш пен Иран соғысатынын, мен уже мұнайдың бағасының өсетінін білем. Мен не істеймін? Мұнайдың бағасы арзан кезде сатып алам, болды. Тура сол сияқты жаңа құрбан айттың примеріндегі сияқты, мен құрбан айтты қоштарларға сұраныс көп болатын білем. Мен 35 мың теңгені сатып алдым, кейін 100 мың теңгені сатам деген мақсатпен қошқарларды сатып алдым деген сияқты. Яғни аз уақыт кетеді, бірақ сіздің біліміңіз көп болуы керек. Чтобы ұзақ уақыт өткеннен кейін шығынға ұшырамау үшін. Себебі біраз уақыт күтіп пайда алған ол бір бөлек, біраз уақыт күтіп шығын алған ол тағы бір бөлек. Яғни бұл жерде бізде өте көп уақыт кетеді, сондықтан максимально біздің біліміміз мықты болу керек. Және де әр стильдің өз артықшылығы мен қиындығы бар. Ең бастысы өзіңіздің темпераментіңізге келетін және уақытыңызға сай келетін стильді таңдау. Мысалы, мен өзім интрадей. Маған скальпинг келмейді. Неге? Себебі мен тез-тез сделка ашып, тез-тез сделка жауып, олай жұмыс істей алмаймын. Сәл запись үзіліп кетті. Все, мен қайтып келдім. Яғни мен скальпингпен айналыспаймын. Неге? Себебі қысқа уақытта сделка ашып жабу менің темпераментіме келмейді. Менің нервім шыдамайды оған, және де маған ол стресс алып келеді. Сондықтан мен скальпингпен айналыспаймын. Но сізге скальпинг келуі мүмкін. Егер сізге психотипіңізге скальпинг келетін болса, сіз скальпингпен айналыса аласыз. Мен интрадеймен айналысамын. Неге? Себебі күннің ішінде бағаның қайда баратынын біліп, мен позиция ашқанды жақсы көремін. Орташа уақыт, ұзақ күтпеймін, басымды қатырмаймын. Бүгінгі күнде өзімнің пайдамды таптым, нарықтан шығып кеттім, болды. Ал свинг трейдингпен мен айналыспаймын. Неге? Себебі өте көп уақыт кетеді. Мен технический анализді білемін, бағаның қалай қозғалатынын. Мен фундаментальный анализге анализ жасай аламын. Бірақ ұзақ мерзімде мен свинг позиция ашқым келмейді, себебі көп уақыт кетеді. Бір позицияны ашып бірнеше ай ұстағанша, немесе бірнеше апта ұстағанша, мен мысалы 10 күннің ішінде 10 түрлі позиция ашуыма мүмкіндік туындауы мүмкін. Яғни 10 күннің ішінде 10 позиция ашуым мүмкін да мен. Дей трейдингпен айналысып, яғни интрадей. Бір күннің ішінде сауда жасап, мен 10 күннің ішінде 10 позиция аша аламын. Ал свинг трейдингте мен 10 күнде бірақ позицияда ұстап отыруым мүмкін. Сондықтан мен свинг трейдингпен айналыспаймын, скальпингпен айналыспаймын, менің таңдауым интрадей. Яғни алдағы уақытта сіздер өздеріңізге ыңғайлы трейдингтің түрін таңдайсыздар, және де сонымен айналысасыздар. Әр адамда ол әртүрлі. Және де видеоның басында айтып кеткен трейдингтегі тәуекел туралы шындық, бұл өте маңызды. Сіз қаншалықты білікті маман болсаңыз да, сіз қаншалықты білімді болсаңыз да, трейдингте бізде тәуекел бар. Тәуекел әр қашан бар трейдингте. Нарық болжамсыз, 100% дәл стратегия жоқ.
яғни сіз белгілі бір стратегияны үйреніп алдым, күнде позиция аштым, күнде ақша таптым деген сияқты. Олай ақша таба алмайсыз, яғни 100% сіз плюсқа шығатын стратегия жоқ. Ондайды іздеуді қойыңыз. Ол мүмкін емес. Екіншісі, кіретін ақшаңды ұста. Тек жоғалтсаң да өміріңе әсер етпейтін ақшамен сауда жаса. Бұл өте маңызды. Себебі маған өте көп адамдар жазады, в основном әйел адамдар. Ішінде еркектер де бар, но в основном әйел адамдар. Трейдингке келген, ақша тапқысы келген, отбасын қамтамасыз еткісі келген, бірақ трейдингке кредитный ақшамен кірген. Яғни 3 миллион, 5 миллион, 8 миллион кредит алған, трейдингке қадап тастаған оның бәрін, яғни ақшаны жоғалтқан, стратегиясы дұрыс болмады ма, білімі дұрыс болмады ма, немесе адамның ниеті дұрыс болмады ма, оны бір Құдай біледі. Но все же адам өзінің ақшасы жоқ трейдингқа келді, ақша табамын деп, еще қарызға кірді. Ал ондай кезде әр адамда там психикасы адамның шыдамайды. Там стресс, депрессия, апатия, одан кейін бар паника сияқты неше түрлі жаман негативный эмоциялар келеді. Сізге трейдингқа келгеннен кейін сіздің мақсатыңыз ақша табу және өміріңіздің сапасын жақсарту. Сол үшін трейдингқа келген кезде ешқандай кредитный ақшаны пайдаланбаймыз, ешқандай қарыз алып сауда жасамаймыз, қолымызда бар бизнесімізді, квартирамызды, дүниемізді сатып трейдингқа тықпаймыз. Себебі мен өз примерімді білемін, маған бір еркек келген, оның жұмыс істеп тұрған бизнесі болған, бизнесін сатқан, трейдингке салған, оның мақсаты Алматыдан трехкомнатный квартира алу еді, бірақ в итоге бүткіл бизнесін қадап тастаған, қазіргі уақытта оған ақша түспейді, не трейдингтен ақша таппайды, не білімі жоқ, в общем өзінің психикасын құртып алған адам, не сауда жасай алмайды. Сондықтан трейдингте психология өте маңызды. Алдағы уақытта біз оған бөлек тоқталамыз. Но психология, адамның психологиясына әсер ететін маңызды дүние ол ақша. Ақша сіздің ақшаңыз. Трейдингте сіздің мақсатыңыз ақша табу, ақша салып жоғалту емес. Сондықтан өзіңіздің ақшаңызды салуға асықпаңыз. Және де кіші тәуекел, үлкен артықшылық немесе пайда. Бір мәміледе капиталдың 1-2%-нан артық тәуекелге баруға болмайды. Өзіңіз елестетіңіз. Мысалы сізде 100 мың теңге шотыңызда бар. Егер сіз 100 мың теңгенің әр сделкада 1000 теңгесін рисковать етсеңіз, сіз қатарынан 100 сделка минусқа кіре аласыз. Ал егер тура сол 100 мың теңгенің сіз 100 мың теңгемен рисковать етсеңіз, немесе 50 мың теңгемен рисковать етсеңіз, мысалы 50 мыңды алайық, сіз 2 сделка ғана минусқа кетсеңіз болды. Сізде уже минус 100 мың теңге, сіз капиталыңыздан айырылдыңыз. Яғни, егер сіз аз рисковать етсеңіз, өзіңіздің капиталыңыздың 1-2%, ол кезде сіз өзіңіздің ақшаңызды жоғалту шансы төмендейді, ақша табу шансыңыз артады. Неге? Себебі сіз күнде нарықта сделка ашқан сайын сіздің опытыңыз көбейеді, сізде результат жақсарады. Сол үшін трейдингқа келе салысымен, ойбай мен ақша табайын, байым деп емес, ең алдымен капиталымды сақтайын деген оймен келіңіздер. Потому что ақша тауып сіздер үлгересіздер. Ең алдымен білім, одан кейін риск менеджмент, яғни капиталды басқару, соңында табыс табу. Трейдингте табыстың патологы жоқ. Тура сол сияқты жоғалтатын ақшаның да патологы жоқ. Сіз бүткіл дүние мүлкіңізді салып қадап тастауыңыз мүмкін, егер сіз өзіңіздің қолыңызда бар ақшаны дұрыстап пайдаланбасаңыз, және біліміңіз дұрыс болмаса. Осы өте маңызды. Яғни бір сделкада капиталдың 1-2%-нан артық тәуекелге бармау. Бұл өте маңызды. Осыған қатты мән беріңіздер. Және эмоция бұл ең үлкен қауіп. Жаңағы примердегі сияқты, менің примерімде бір кісі болды. Айтып өткенімдей, бизнесін қадап тастаған. Яғни оның мақсаты трейдингтен ақша табу еді. Қолында тұрған бизнесін сатқан, трейдингке салған, яғни брокердің шотына салған. Білімі жоқ, дұрыс сауда жасай алмайды, ақшаны қадап тастаған, яғни минусқа кеткен. Ол адамда стресс, ол адамда паника, қуаныш не істеймін деген сұрақ қояды, бірақ менде ол адамға беретін жауап жоқ. Не үшін? Себебі мен, во-первых, өз қалтамнан ол адамға ақша бермеймін, во-вторых, ол адам білімде ала алмайды. Неге? Себебі уже жоғалтып қойған ақшасын ойлай береді. Ол адамның уже психикасы кетіп қалған. Өздеріңізге ондай травма жасамаңыздар. Себебі
болашақта көп ақша жоғалтсаңыз, сделка ашатын кезде сізде қорқыныш болады, одан кейін барып паника болады, және де жадность деген чувство бар адамда. Пайда тауып кетсеңіз, сізде жадность деген чувство пайда болады. Мысалы, сіз 200 немесе 2000 теңге рисковать етіп, уже ашқан сделкаңыз плюс 10 000 теңге беріп тұр ма? Жадность деген чувство сізді 20 000 теңгеге дейін ол позицияңызды ұстауға итермелейді. Ол кезде баға, например, сізде былай өсіп келді, одан кейін айналды, сіздің стопыңызға кетті. Яғни сіз минус 2000 теңгемен жабылдыңыз. Сізде уже өзіңізді жек көру, ана пайданы ала салсам болатын еді, мынаны бүйте салсам болатын еді, сөйте салсам болатын еді деген ойлар пайда болады. Ондай керек емес. Алдағы уақытта нақты қалай сделка ашу керек, сол бойынша бізде бөлек сабақ болады. Бірақ қазіргі уақытта сіздер түсініңіздер, трейдингте эмоция деген өте жаман дүние. Сол үшін бізге нақты жоспар керек. Мен былай анализ жасаймын, осындай ситуация болса, осындай сделка ашамын. Мен мысалы 1000 теңге рисковать етсем, менің табатын пайдам 3000 теңге болу керек, 4000 теңге, 5000 теңге деп. Егер сіздің табатын пайдаңыз 3000 теңге болу керек болса, 3000 теңге плюс болып тұрса, мынау тағы да өседі, немесе тағы да түседі деп, плюс 5000-ға, плюс 6000-ға, плюс 10 000-ға жылжыту қажет емес. Өзіңіздің 3000 теңге пайдаңыз таптыңыз ба, болды. Пайдаңызды алыңыз. Сіз, например, 1000 теңге рисковать еттіңіз, 3000 теңге пайда көрдіңіз, болды, басқа не керек емес сізге. Сіз 3 есе көп пайда уже көрдіңіз. Сіздің мақсатыңыз осы, өзіңіздің пайдаңызды алып отыру. Алдағы уақытта біз сложный процент деген дүниені үйренеміз. Сол кезде сіздер основной капиталдың қалай жасалынатынын түсінесіздер. Ал енді 5-ші пункт, ол бізде шығын, оқу құны. Әрбір трейдер бастамасында қателеседі, яғни минус болады әр трейдерда. Маңыздысы одан сабақ алу. Бұл өте маңызды пункт. Мысалы, баға сізде өсіп жатыр графикте. Сіз баға төмен кетеді деп шорт позиция ашудасыңыз. Яғни шорт позиция деген біз баға төмен кетеді деп сделка ашуымыз. Баға бізде тоқтамай өсіп жатыр, бірақ сіз шорт позиция ашып жатсыз, баға түседі деп. Сіз минусқа кетудесіз. Яғни сіз қатарынан 3 рет кеткеннен кейін, сіздің мақсатыңыз 4-ші рет шорт позиция ашу емес, сіздің мақсатыңыз сабақ алу. Оппа, баға бізде тоқтамай өсіп жатыр, болды, мен шорт позиция ашпаймын. Мен бағаның алдымен шортқа кеткенін күтемін, одан кейін шорт позиция ашамын деген сияқты. Вот сіздің мақсатыңыз осындай. Яғни қатарынан 3 рет, 4 рет немесе көп рет минусқа кеткен ол жаман емес. Жаманы сіз одан сабақ алмағаныңыз. Вот. Маңыздысы одан сабақ алу. Оны бөлек қылып жазып қойдым мен осында. Кез келген трейдерде минус болады. Кім көбірек сабақ алады, сол ұтады. Вот. Яғни тәуекелді басқару ережелері осында жазылып тұр. Бізде стоп-лоссты қатаң қолдану, шығынды шектеу, капиталды бөліп басқару. Яғни мына жақта біз айтып өткен болатынбыз 1-2% деп. Сауда жоспарын ұстану. Яғни мен жаңа айтып өттім. Бүгін мен, например, тек қана баға өседі деп жұмыс жасаймын. Осы кезде, осы уақытта позиция ашамын. Өзімнің, например, 1000 теңге рисковать етсем, 3000 теңге пайдамды алу керекпін деп, алдын ала жасалынған жоспармен біз жұмыс істейміз. Яғни бізде нақты жоспар болады. Егер ол жоспар болмаса, баға бізде бүйтіп өсіп жатса, ойбай, мен жоғары жаққа кетеді деп позиция ашайын деп, одан кейін баға бізде бүйтіп қылт етіп төмен түсіп кетсе, ойбай, мен төмен кетеді екен деп позиция ашайын деп, ондай болса, сіздің нервіңіз ұзаққа бармайды, өзіңіз де ұзаққа бармайсыз. Құдай сақтасын, бұл в целом трейдингтен сізге пайда емес, только зиян болады. Ақша жағындағы зиян ол бер жағы, психика кетеді, адамның нервісі кетеді, адамға стресс келеді. Ал біз білеміз, бүткіл ауру адамның өміріндегі жамандық ол стресстен. Сондықтан ең алдымен капиталыңызды сақтаңыз. Капиталыңызды сақтасаңыз, капиталыңыз сізді стресстен сақтайды. Сол үшін трейдингті стресске айналдырып керек емес, трейдингті жақсы жұмысқа айналдырыңыздар. Яғни капиталды бөліп басқару, сауданы жоспар бойынша бастау және нәтижелерді талдап, қателіктерден үйрену, ал ең соңында ұзақ мерзімде тұрақты болу үлкен мақсат. Вот. Ұзақ мерзімде тұрақты болу ең үлкен мақсат. Біз ұзақ мерзімде тұрақты ақша тауып отырсақ, біз өзіміздің капиталымызды өте жақсы көбейте аламыз. Вот. Яғни трейдингте байып кету емес, аман қалу басты мақсат. Тірі қалсаң, нарық саған мүмкіндік береді. Яғни трейдердің мақсаты ұзақ мерзімде нарықта жүріп,
өзінің пайдасын табу, опытын көбейту, және опыт көбейген сайын көбірек пайда табу. И постепенно капиталды көбейту арқылы үлкен ақша табу. Вот и все. Мысалы, қазір сіздер трейдинг бастап жатқан кезде сіздердің қолдарыңызда ары кетсе 100 000 теңге, 200 000 теңге, мүмкін біреуде миллион теңге бар шығар. Бірақ болашақта сіздерде 100 000 доллар, 200 000 доллар, возможно, миллион доллар болатындай трейдингте результатқа жетулеріңіз мүмкін. Ол мүмкін сіздерге мен айтқан суммалар үлкен болып көрінуі мүмкін. Бірақ қазірдің өзінде менде ең минимальный капитал 200 000 доллар. Ондайда трейдинг әлемінде мүмкіндіктер бар. Ол бойынша біз алда уақытта тоқталамыз. Прop компания деген дүние бар бізде. Ол бойынша мүлде бөлек сабақта мен тоқталып айтып кететін боламын. Яғни трейдингте капиталды көбейту мүмкіндігі бар. Бірақ капиталды көбейтуден бұрын капиталды сақтап қалу. Осыны жақсылап ойлаңыздар. Сол үшін бүгінгі сабақта мен 4-ші пункт тәуекел туралы шындыққа өте қатты көңіл бөлдім. Бұл өте маңызды бізде. Надеюсь, сіздерге түсінікті. Сау болыңыздар.